Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті достар. Абай телеарнасында Сырлы сахна бағдарламасында бүгін бір ғасырлық тарихы бар қазақ өнерінде, театр өнерінде Әкем театр дейтін өзінің атауы бар. Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театрда бір күндік жұмыс жоспарын кестесін менімен бірге көретін боласыздар. Қазақтың тұңғыш кәсіби театрының шымылдығы 1926 жылы 13 қаңтарда Қызылорда қаласында Мұхтар Әуезовтің еңлік кебек қойылымымен ашылды. Бірінші труппа көркем өнерпаздар үйірмесінің мүшелерінен және белгілі әншілерден құрылды. Қалибек Қуанышбаев, Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірзақов, Әмре Қашаубаев, Иса Байзақов, Құрманбек Жандарбеков, Қапан Бадыров сынды тұлғалар өнер ордасының алғашқы қарлығаштары еді. 1938 жылы театрда әдебиет бөлімінің меңгерушісі болып қызмет еткен Мұхтар Әуезовтің театрдың іргесі бекіп, керегесі кеңеюіндегі еңбегі теңдессіз. Жазушының пьесалары ұлттық театрдың бағыт-бағдарын айқындауға орасан зор үлес қосты. Сонымен қоса Әуезов әлемдік драматургия жауһарларының таңдаулы туындыларын қазақ тіліне аударып, репертуарды байытуда да көп жұмыс жасады. Өзі Абай жолын жазбастан бұрын, ол Мұқан осы театрдан бастады. Мен өзім ойлайым кейде, бұл да ол кісінің ұлылығы. Әр жерде жүрген қазақтың жақсыларын, зиялыларды, оқығандарды басын біріктіру. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз аймасы. Сәлемесі бар, қалыңыз бай. Бұл бізде қызметкерлер есігі. Осы театрда қызмет жасайтын барша адамдар тек осы есіктен кіреді. Ал көрермендер кіретін есігіміз ол ең үлкен парадный есік. Ал мынау, енді өздеріңіз байқап отқан шығар, неге Әуезов театрына ремонт жасалмайды деген? Жоқ, бұл жасалынады. Мұның бәрі алғашқы түпнұсқалар. Мына баспалдақты, мына керегені қаптаған ағаштар да Әуезов театры алғаш ашылғанда қалай қалды, дәл солай тұр. Бір сөзбен айтқанда, тарихи архитектуралық кешен болғандықтан барлығын түпнұсқасындағыдай қалдыруға тырысқан. 1937 жылы театрға академиялық деген атақ берілді. Ал 1961 жылы 10 тамызда Қазақ СССР министрлер советінің қаулысымен Қазақтың мемлекеттік драма театрына ұлы суреткер Мұхтар Әуезовтың есімі берілді. Украшением столицы республики стало новое здание Казахского государственного академического театра имени Әуезова. В день новоселья его посетил член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Ахмедович Кунаев, другие руководители партии и правительства республики. 1981 жылы театр Алматы қаласы Абай даңғылы 103 мекен-жайындағы жаңа ғимаратқа көшті. Ал 2020 жылы 20 желтоқсанда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың арнайы жарлығымен қазақ өнерінің қара шаңырағына ұлттық мәртебесі берілді. Өнер ордасы бүгінде Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы Қазақ ұлттық академиялық драма театр деп аталады. Әуезов театр дегенде қара шаңырақ. Біздің қазақтың ұғымында қара шаңырақ деген барлығын ұстап тұрған, төбедегі біріктіріп тұрған, ұйып тұрған бір керемет дүние. Міне, құрметті достар, өздеріңіз көріп отырғандай, мына біздің бұйрықтар, жұмыс кестелері, жаңалықтар, хабарландырулар. Мына жерде жаңағы роль бөлгенде осы жерге бұйрық қабылдайды. Ал мына жерде бүгін мінекей қойылатын спектакльдердің кім ойнайтын және қалай болатын бәрі жазылып тұр. Бүгін міне айтып өткендей жау жүрек қойылымы, міне Балуан Шолақ мен, мына мен келіншегім Татьяна ойнайтын. Ал енді достар, уақытты жоғалтпай сахнаға барып дайындығымызды жасайық. Қойылымның алдында барлық қатысатын кейіпкерлермен өзіміз бір дайындық жасап аламыз, содан кейін барып спектакль көрсетеміз. Ал дайындық барысын тамашалай онда, кеттік. Менен кейін сен бір сөзің болу керек қой. Танижан, сен өзің оқып жатқан кадет корпусын бітірген ұлы саяхатшы ғалым. Сен бір тексіңе деді. Бұлай келесің. Бәрі дайым ашық. Қош сау бол. Шың басында тұрған жалғыз шынар. Қазір менің ұғымымда жақсы бір
рек келіп, басшылықта да, актерларда жастар келіп жатыр қазір. Толқын-толқынмен. Абай айтқандай, алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер. Менің енді өзім туралы айтқаным болмас, басқалар айтар мен туралы. Мен бірақ енді жастарды айтайын. Жастардың ішінде жаңа 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар дейді ғой. Әрине, қандай бәрі талантты болған, таланттың ішінде де талант болады. Сол айтқандай қазіргі алдыңғы қатарда келе жатқан жастарымыздың бірі, жүйрігіміздің, мақтанышымыздың бірі Еркебұлан Дайыр. Еркебұлан өзі жалпы театрға келгенде студент кезінде келді. Қазіргі таңда Еркебұлан біздің республикаға ғана емес, көрші Ресей мемлекетіне де танылды десем артық айтпағандық. Еркебұланда еркіндік бар. Еркебұланда анау пафос дейді, бір ондай жасандылық жоқ сахнада. Сахнаға шықса жанып кетеді, өмірде басқаша. Енді театрға жаңадан келген кезде армандарымызбен бөлісеміз ғой. Сол кезде ол айтатын, осындай бір белгілі бір шыңға жетем мен. Бірақ көрдіңіз ба, енді жылдар өтіп, ол соған жетті. Ол өзінің шынымен де бір қайсарлығының арқасында, жігерлігінің арқасында, білімінің арқасында. Актер болғым келді, өнер адамы болғым келді. Мектеп бітіріп, бәріміз енді мамандық таңдап жатқан кезде, ата-анам айтам ғой осылай, өнер адам болам, актер болам деп. Сонда марқұм әке айтқан, ер адам жұмысын жасасаңшы деп. Ол кісілердің түсінігі солай болды. Қазір енді қарап отырсаңыздар, осы өнер, мәдениет, біздің әдебиетіміз жалпы қазір шетелде еш нәрсемен таңғалдыра алмайсың. Қазақты, мен мақтан айта аламын, қазақты танытып жатқан ол мәдениеті, өнері. Шетелдерге бір мысқал өзін-өзі көтеру керек болса, деңгейін біз осы өнер арқылы көтере аламыз, және сол өнердің бір кірпішін қалап жүргеніме өзімді бақыт сезінемін. 1960 жылдардан бастап елімізде ұлттық режиссураның өркендеу кезеңі басталды. Осы орайда көрнекті театр режиссері, өнер қайраткері, халық қаһарманы Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетовтің есімін ерекше атау керек. Әуезов театрына 40 жылға жуық көркемдік жетекші болған Мәмбетовтің сол кезеңде қойған атақты Шыңғыс Айтматовтың Ана жер ана, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің Қан мен тер, Мұхтар Әуезовтің Қара көз, Қара қыпшақ қобыланды, Абай, Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш Баян сұлу, Антон Чеховтың Менің сүйікті ағатайым және тағы да басқа спектакльдері ұлттық режиссураға жаңа мазмұн мен жаңа формат беріп, ұлттық сахна өнерін жаңа сапалық белеске көтерді. Содан бері қарай келгенде, мінекей бүгінгі таңға қарай кешегі Ыдырыс Ноғайбаев, Жантурин дос театрда істеген, оның бер жағында Әнуар Молдабеков, мінекей Асекеңдер міне бүгін біздің ортамызда жүрген біздің ақсақалымыз, театрдың ақсақалы Сәбит Оразбаев, міне бұл кісілерде 80-нің сеңгіріне келіп, мінекей қазір Есмұқан Обаев, осы кісілердің артынан ерген коллектив, театрдың ұжымы. Бүгінгі менің Жаужүрек спектакліндегі ағам, әріптесім, жолсылтеріміз біздің Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, танымал актер Дулыға Ақмолда. Осы кісімен сахна бөлісу, танымаймын. Осы кісімен бөлісеміз сахнаны бүгін. Сырлы сахна деген бағдарлама аға. Абай телеарнасының бар. Охрана! Бүгін Балуан Шолақта Тройский, да? Тройский. Генерал-губернатор Ақмола уезінің оязы, генерал-губернатор Дулыға Ақмолда. Ол ізденімпаз актер. Ол кинода да болсын, театрда болсын, қолынан келгенше онымен бірге мысалы сахнада бірге түсіп қалып, сол рөлдермен бірге әріптес болып қалсаң, сахналас болып қалсаң, ол сені бүйтіп алдыға қарай сүйрейді. Мадина, дайынсың ба? Біздің жаңағы Азат деген баламыз, Михаил деген кейіпкерге бүгін кіріп жатыр, бірінші күн жай бар. Енді міне екінші біздің Ләззатқан Балуан Шолақтың сүйіктісі, әннің арқауы болған, шабыты болған Ғалияны бүгін Мадина Келгенбай қарындасымыз ойнайын деп жатыр.
Бүгінде Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық академиялық драма театры репертуарында ұлттық және шетелдік классиктер мен заманауи драматургиядан 50-ге жуық спектакль бар. Ал 2021 жылы Әуезов театрының сахнасында алғаш рет премьералар апталығы деген атаумен 4 бірдей жаңа қойылымның тұсауы кесілді. 2 спектакліміз үлкен залда болды, 2 спектакліміз кіші залда болды. Үлкен залда өзіміздің жерлесіміз Олжас Жанайдаровтың екеуміз, яғни кафедегі екеу еді, кейін біз екеуміз деп аты өзгерді. Сонда кілең театрдың жас буын өкілдері сахнаға шықты. Спектакльдің режиссері неміс театрының бас режиссері Наталья Дубс. Апталығы деп 4 спектакльдің бірінен кейін бірі жүргенін мен өз басым шынымен де бірінші рет көрдім. Өзінің деңгейінде жақсы өтті. Біздің көзқарақты көрермендеріміз жақсы қабылдады. Біздің театрымызда бары мен базар деп аталады. Негізі кедейлер базары. Тынбай Нұрмағанбетов, білесіздер, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, драматург, жазушы ағамыз. Сол кісінің пьесасы бойынша мынау бары мен базар деп аталды. Комедия жанрында. Ол да көрерменге жол тартты, жақсы бағаланды. Режиссері Қазақстанға танымалы Нұрлан Жұманиязов, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткер Қуанышбаев атындағы театрдың режиссері. Одан кейін біздің кіші залымызда біздің театрымыздың жас режиссері Алмат Шарифовтың қойған оңғол спектакль, Төлен Әбдіковтің пьесаның сахналық нұсқасын жасаған театрымыздың драматургы, белгілі драматург, жас драматург Қолғанат Мұрат. Шешеңді не үшін шешең жек көрдің бе, солай ма? Менің жауаптарымның бәрі сіздің қағазыңызда жазылған. Иә, мына мысалы мен ғали болсам, ерлігіңізбен тоқтады ғой. Сен жүріп келесің, мен мына жүріп сенің алдынан былайынан қарап тұрам. Иә, сен ақыры әніңмен кел жатсың ғой. Сол мен саған бүйтіп аңқиып қарап тұрам, сен ақыры келесің де былай қартай өтіп кеттің әніңмен. Я сөйтіп, ерлігің анаңнан сіз тапқан айналайын. Иә. Во. Ең қызығы, біз енді көп партнер болдық сахнада. Өзіміздің актерлар арасында оқу деген бар, читка. Спектакльді қоймасы алдында өзінің бір репетициялары бар, дайындауы бар, оқимыз. Сол кезде біледі ол. Оның жаңағыдай рөлі қалай шығатынын, ол не киетінін, сахнада қалай жүретінін, сондықтан көп қинала қоймайды рөлдерге келген кезде. Қарап отырады. Сосын бір әйтеуір бір 5-ші репетицияда шығады. Керемет нәрсе көрсетеді. Қалай ол? Түсінбеймін, оның өзінің бір қыр-сыры бар-ау деймін. Соны сұрау керек Еркебұлан. Бір қызығын айтайын. Репетиция жүріп, енді жатқан кезде кейде репетициялар жүрмей қояды. Мен енді ол спектакльде Қыз жібектің әкесі Сырлыбайды ойнадым. Спектакль жүрмей жатыр. Еркебұлан ол кезде бір киноға түсіп жүрді дағы, арасында келіп репетицияға қатысып. Соны бір күні мынау қалай болады, мынау дұрыс бола ма, болмай ма деген күдік болып тұрған кезде
Еркебұлан келіп Бекежан рөлін ойнады. Содан кәдімгідей спектакльге жан кірді. Сәтті шығарған рөлінің бірі. Енді менен кім жасқана? Қыз алдына айбарыммен баруым шарт. Бар сенен осы шартқа кездеспей кете алмайсың. Кетің! Тоқта! Ол не дүбір? Төлеге! Төлеге! Өтер жерің осы шатқалайды. Қанды мойның бері тарт. Қанды мойныңды бері тарт. Төлеш. Тоқта! Тоқта! Бекежан! Сахнада импровиз жасап, сенің мысалы қолыңдағы дүниеңді жұлып алып, лақтырып жіберіп, сондай бір есерсоқ, сондай бір алаңға сар, өзіндік бір айтар ойы бар Бекежанды сомдап шықты. Қазақ киносының тарихындағы керемет орын алған Бекежанды бір сөзбен айтқанда, біздің тілмен айтқанда хит жасаған ол Асанәлі Әшімов. Және сол рөлді ойнағысы келмейтін актер жоқ. Оған дейін енді сол 70-ші жылдарға дейін Бекежанның жалпы бұл өнер әлеміндегі тағдыры қалай болған білмеймін, қазіргі таңда бұл бренді рөл. Сондықтан Бекежанды ойнап және оны Асанәлі Әшімов пен Асыл Болаттан асырып ойнаймын деу, ол сен алдыңа қойған планк. Ол планкіден асырып түсіру, ол үлкен жұмыс. Ал енді мен анадан астым, мынадан астым деп ештеңе айта алмаймын. Бірақ әркімнің өзінің Бекежаны бар. Мен өзімнің Бекежанды өзгеше етіп жасап отырмын. Құдайға шүкір, халықтың ықылас ілтипатын алды, дұрыс бағасын алды. Біреуден Асанәлі ағадан асып кетем, театрда мықты ойнаған Асыл Болат ағамнан асып кетем деген ой жоқ. Мейлі жетпей қалайын, ең негізгі мақсат бұл жерде осы дәл Әуезов театрының сахнасында Қыз жібек қойылымы сахналанды. 1946 жылы құрылғанына 20 жыл толуына орай театр еңбек қызыл ту орденімен марапатталды. 1974 жылы Қан мен тер спектакліне СССР мемлекеттік сыйлығы берілді. 1976 жылы театр халықтар достығы орденімен марапатталды. 1988 жылы театр Қазақстан мен Орталық Азия театрларының Алматыда өткен халықаралық 1 наурыз фестивалінде біз періште емеспіз спектаклімен жүлдегер атанды. 1994 жылы сахнада жасаған көркем бейнелері үшін актер Сәбит Оразбаев Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығына ие болды. КСРО халық әртісі Асанәлі Әшімов 2017 жылы еңбек ері атағына ие болды. 2015 жылы Атырау қаласында өткен Рахымжан Отарбаев атындағы халықаралық театр фестивалінде Сұлтан Бейбарыс спектаклімен бас жүлдені жеңіп алды. Қыпшақпын, руым ереш, есімім Бейбарыс, кім дейсің? Бейбарыс! Бұл тек осы балуан шолақ спектакліне ғана киілетін менің жеке өзімнің етігім. Міне осы киімді кигеннен кейін жаймен сол ғасырға алғашқы қадамдар басталады өсіп. Белдікті кейін. Енді гримге барамыз. Біздің Рауан деген жігіт, мінекей, жалпы 5-6 жыл, 10 жылға жуықтап қалды, 10 жылға жуықтап қалды. Осында әрлеуші, 17-тегі жігітті шалға айналдырады. 50-60-тағы ағаларымызды жігітке айналдырады.
Енді халық жау жүрек дегенде балуан шолақ туралы ғой. Балуан шолақтың қандай адам болғанын осы спектакльде көріп, бір қырынан көрсетеміз. Енді адамдағы мынау Шекспир айтқандай адамның қырлары көп. Қазақ айтады ғой, 8 қырлы бір сөз деп. Сол сияқты бүгін бір қырынан көрсетеміз. Балуан шолақтың бір қыры ол дегім келеді. Бұл спектакль арқылы біз осында келген 800 көрерменнің елге жерге деген ықылас ілтипатын, махаббатын ояту. Біздің осы тарихи тұлғаларға қатысты кез келген қойылымды алып қарасаңыз, еліңе, өзің суын ішіп, нанын жеп жатқан жеріңе адал қызмет, мінсіз қызмет ету. Өте бір керемет рөл. Енді Еркебұлан ол жасыратын жоқ. Театрда да біраз осындай батырлар, біраз тұлғаларды сомдап келе жатыр. Кино саласында да сомдап келе жатыр. Театр сахнасында да сомдап келе жатыр. Енді актерға одан асқан бақыт жоқ қой деп ойлаймын. Шұңқыр, жаңа көрдіңіздер, 2 этаж төмен түстік. Жанды бастап, 3 этаж төмен танды. Қазір осынан шығам, өте маңызды сахна. Кейіннен ол балуан шолақ фильміне де түсті. Сондықтан мен ойлаймын, енді фильмге кез келген адамды ала бермейді ғой, яғни оның бет пішімі, фактурасы соған келетін сияқты. Ол қаншама дайындалды ол рөлге, қаншама салмақ қосты, бір күні келіп тұр театрға. Мұрны мынандай, қолы мынандай. Енді көрмегенімізге біраз болды, кейде көп күн көрсе бермейміз да, арамызға 1-2 ай салып. Шошып кеттім, Еркебұлан мынау не деп. Рөлге дайындалып жатырмын. 100-ден астам енді, 110 ба, 120 ма, ләйлә келеді. Зарина, мен кейде танымаймын, үйде біреу жүреді дейді. Сөйтсем, Еркебұлан, үйрене алмай жүрмін дейді. Сау бол. Жүрек адам. Міне бағана қайнап жатқан сахнада бір сәт тыныштық. Спектакліміз аяқталды. Қандай қиын қыстау заман болмасын, театр өнері ешқашан тоқтаған емес, дамылдаған емес. Солай бола бермекте. Сіздер бар кезде, көз ашық көкірегі ояу, халық бар кезде біз ешқашан тоқтамаймыз. Әуезов театрына келіп тұрыңыздар, сіздермен бірге болған мен, Еркебұлан Дайыров. Алматы қаласының ең көркем жерінде Әуезов театрының алдында тұрған ескерткіш 1980 жылы орнатылған. Мүсіншісі Ескен Сіргебаев. Оның биіктігі 6,8 метрді құрайды.